кетсиндер ме балалар? Балалар, қазір біз сендермен қанталапай ойын ойнаймыз. Қанталапай ойыны қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойынды қыстың күні үйде ойнайды екен үй жайында. Қазір қанекей ойынды бастаймыз. Сендер бұл ойынның ережесін білесіңдер, не балалар? Қанекей бастаймыз. Қалапай, қалапай, басталды ойын, алақай. Қызыл түсті қанасы кімге? Қанасы менде. Балалар, қанасы кімге түсті, сол бала ойынды бастайды. Қанекей Жантөре ойынды бастайды. Келесі ойынымыз балалар қазақ күресі. Ежелгі заманнан келе жатқан дәстүрлі ойын екен. Барлығымыз білеміз, иә балалар? Қазақ күресі физикалық күшпен, қатар ептілікпен батылдықты талап етеді екен. Бірін-бірі кілемге шығу арқылы жеңісті анықтайды. Олай болса балалар, ағаларымызды ортаға шақырайықшы. Ал балалар, Қыржан мен Хансұлтанды ортаға шақырайықшы. Өте мықты екен. Қалай боласыңдар? Достық жеңді ме? Сен қандай ойын ойнап отырсың? Шетпен. Оны қалай ойнағанды? Білесің бе? Шетпен Хансұлтан, сен қандай ойын ойнап отырсың? Ағыта ойнайды. Ағыта ойыны қалай ойналады? Сармен үштейді. Аяға бұл қандай ойын? Өте жақсы ойнай ғой, кәне. Қожыныңа жина, кәне, теңгелерді. Қазір барлығымыз бірге 5 тас ойынын бастап ойнаймыз. Қанекей кеттік. Кім бірінші ойынды бастайды екен? Ойынды бастайды бірінші.